Bugün biz ya жоқ oyun oynayımız. Kеттік. Бірінші сұрақ. Сен мысық немесе ит баққансың ба? Сен TikTok'ты қолданып көрдің бе? Сен шашыңды бояғансың ба? Сен өміріңде мысығымен ұйықтап көргенсің бе? Сен ұшаққа мініп көрдің бе? Мұғалімі қатал болатын, пән болатын күні әдейі сабақтан қалған кезің болды ма? Сен сабақта ұйықтап қалған кезің болды ма? Сен Димашқа ұқсап, ән айтайыншы деп, үйде бар даусымен ән, өлең айтып көрдің ба? Сен өзіңе берілген сыйлықты біреуге сыйлағансың ба? Сен өз шашыңды өзің қиып көрдің ба? Сен пульт немесе басқа затты қолыңа алып, микрофон қылып, өлең айтқансың ба? Сен себепсіз біреуді ұрдың ба? Сен иттен қорқып немесе алма, өрік және тағы басқа жеміс-жидекті аламын деп ағашқа өрмелеп көрдің бе? Сен өзің бір нәрсені байқамай бүлдіріп алып, басқа біреуден көргенсің бе? Сен көлік жүргізіп көрдің бе? Сен анаңның кісі келсе саламын деген тәттілерін мама жеуге болады ма деп звондап немесе өзіне сұраған кезің болды ма? Сен емтиханнан шпор қолданып көрдің бе? Сен ауруханаға түсіп көрдің бе? Сен парашюттан секіріп көрдің бе? Сен кино көріп отырып жылағансың ба? Сен телевизор көріп отырып ұйықтап қалғансың ба? Сен дайындалмай барған пәннен мұғалім менен сабақ сұрамаса екен деп, немесе тақтаға шығармаса екен деп ойлаған кезің болды ма? Сен телефон көріп отырып ұйықтап қалған кезің болды ма? Сен мектепте сүйікті пәнің көп пе? Сен 2 немесе 3 апта жуынбай жүре аласың ба? Сен ұйықтағанда тісіңді қайрайсың ба? Сен ролик теуіп көрдің бе? Сен өзіңе ұнаған кітапты қызығып басынан бастап аяғына дейін бірденмен оқып тастаған кезің болды ма? Сен тырнағыңды бояғансың ба? Сен отбасыңмен табиғатқа, тауға шығып көрдің бе? Сен автобуста ұйықтап қалып, өз аялдаманы өтіп кеткен кезің болды ма? Сен күнге қатты күйгенсің бе? Сен командадан жеңіліп қалған үшін қатты намыстан жыладың ба? Сен үйге жалғыз қалып көрдің бе? Сен Майкл Джексон сияқты билеп көрдің бе? Сен сообщение жазғанда стикер немесе эмоджиларды қолданасың ба? Сен досыңа пранк ұйымдастырып көрдің бе? Сен өзің тамақ пісіріп көргенсің бе? Сен Корей қыздарының бет терісіне қызығасың ба? Сен ата-анаңа өтірік айтқансың ба? Мәссаған. Сен кино бітпей жатып кинотеатрдан шыққансың ба? Сен біреуді алдап қоңырау шалғансың ба? Сен иттен қаштың ба? Сен ата-анаңды жиі ренжіттің бе? Сен мынаны мүлдем жасамаймын деген нәрсені жасап көрдің бе? Сен телефон дәретханаға түсіріп көргенсің бе? Сен сыныбыңмен табиғатқа шығып көрдің бе? Сен сабақтан 2 алып көрдің бе? Сен мектепке жек көретін пәндерің көп пе? Сен пиццаны толық жалғыз өзің жеп бітіргенсің бе? Сен ас үйден, яғни кухнядан тәттілерді ұрладың ба? Сен мектеп ішінде сықырдың ба? Сен итеру керек болған есікті тартқансың ба? Сен өтірік ауырып, мектептен қалған кезің болды ма? Сен TikTok немесе басқа да соцсетке түсу үшін айналдында видеоға түскенсің бе? Сен 4 түлік малды немесе олардың төлдерін сипағансың ба? Сен ұйықтағанда өз қорғыңмен біреуді оятқансың ба? Сен телевизордан көретіндей телевидениеге барып көрдің бе? Сен мотоцикл мініп көрдің бе? Сен біреудің күнделен рұқсатсыз оқығансың ба? Сен шетелге шыққың келеді ма?